Қан қысымыңыз 140-тан асса, сіз инфаркт немесе инсультқа бір қадам жақындап тұрсыз. Ең қауіптісі, бұны 50% адамдар білмейді. Бүгін біз гипертонияның бет бейнесін ашатын боламыз. Бұл видео бір адамның өмірін сақтап қалуы мүмкін. Сондықтан видеоны жақындарыңызбен бөліссеңіздер болады. Соңына дейін көріңіз. Сәлеметсіздер ме? Есімім Ұлбосын Еспекқызы. Сіздер менің YouTube каналымдасыздар. YouTube каналыма жаңадан қосылып жатқан оқырмандарыма өзімді таныстырайын. Мен кардиолог және диагноз дәрігермін. Тақырыпқа оралсақ, гипертония дегеніміз не? Артериал гипертония дегеніміз бұл ұзақ уақыт бойы қан қысымының жоғары болуы. Қалыпты жағдайда 120-80 мм сынап бағанасы болса, 140-90 және одан да жоғары болса, енді бұл ауру болып есептеледі. Мәселе мынада: гипертония көп жағдайда ауырмайды. Сондықтан бұны үнсіз өлтіруші деп атаймыз. Неге қауіпті? Жоғары қысым қан тамырлардың ішінен жарып, зақымдайды. Осының нәтижесінде инфаркт, инсульт, жүрек жетіспеушілігі, бүйректің істен шығуы, көрудің нашарлауы болады. Инсульт алған адамдардың 70% гипертониясы бар екенін білесіз бе? Менің науқастардың арасында қан қысымы 150-160 мм сынап бағанасында болғанда өзімді жақсы сезінемін, ешқай жерім ауырмайды деп айтып жатады. Бұл өте қате пікір, қате ой. Өйткені қан тамырлары бәрі жақсы болғанмен, жоғары қан қысыммен жүрген науқастарда қан тамырлары зақымдала береді. Инфаркт және инсульт кенеттен болады, ол айтып келмейді. Негізгі белгілер бас ауыру, құлақта шу, бастың айналуы, жүректің қағуы, көздің қарауытуы, осындай белгілер бар. Ал кейбір науқастарда ешқандай белгісіз өтеді. Ең қауіптісі осы белгісіз өтетінде. Олар аяқ асты инфаркт немесе инсульт алып жатады. Сондықтан егер сіздің таныстарыңыз, немесе туысқандарыңыз, немесе өзіңізде қан қысымыңыз бар екенін білсеңіз, тонометрмен өлшегенде 140-тан асатын болса, міндетті түрде дәрігерге қаралыңыз. Дәрігерлер сіздің жағдайыңызды тексеріп, қан қысымыңыздың қаншалықты жоғары, қаншалықты қауіпті емес екенін анықтап, сізге арнайы емдер тағайындайды. Кімдер қауіп тобында? Егер сіз 35 жастан асқан болсаңыз, артық салмағыңыз бар болса, тұзды тамақтарды көп пайдаланатын болсаңыз, туған туыстарыңызда, әке-шешеңізде қан қысымы бар болып, олар диспансерлік учетта тұратын болса, және күйзелісте, стресстік жағдайларда көп болсаңыз, сіз қауіп тобында болып есептелесіз. Бұндай жағдайда қан қысымыңызды тексеріп отыру керек болады. Сонымен қатар жасым жас деп ойламаңыз, өйткені қазіргі уақытта гипертония күннен күнге жасарып жатыр. Не істеу керекпіз? Қан қысымын аптасына 2-3 рет өлшеп тұруымыз керек. 140-90 мм сынап бағанасынан жоғары болса қан қысымыңыз, онда міндетті түрде дәрігерге қаралуымыз керек. Тұзды тамақтарды шектеу, тұзды азайту, тәулігіне 5 граммнан асырмау керекпіз. Қимыл қозғалыста болу, күніне 30 минут қимыл қозғалыста болу. Және егер сізге дәрігер дәрі тағайындаса гипертонияны, оны өз бетінше тоқтатуға болмайды. Тоқтатпаңыз. Дәрігермен кеңесу арқылы ғана тоқтатсаңыз болады. Гипертония емделмейді емес, ол дұрыс бақылауды талап етеді. Жоғары қан қысымы жай сан емес, бұл инсульт пен инфарктқа апаратын жол. Сондықтан бүгін қан қысымыңызды өлшеңіз. Туған туыстарыңыздың, ата-анаңыздың қан қысымын сұраңыз. Видеом ұнаса лайк басыңыз, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарияға жаза кетіңіз. Келесі видеода жолыққанша аман есен болыңыздар.